Бұл назад ауысты соленоидный клапан деп аталады. Бізде всегда фреон жіберген. Бұл фреон жіберуінің негізгі себебі пайкілеп жатқан кезде қатты қыздырып алса, ішіндегі резина болады, садник. Сол қызып кетеді, содан жіберіп қояды. Бұл полностью ауысады. Көріп тұрғандарыңыздай полный ауысты. Так, біздер осушителді мынадай вентильмен қазір жинауға отказ беріп жатырмыз. Тек қана подпайка жинаймыз. Себеп неге? Вентильдерден всегда фреон шығады жатады. Проблема. Енді бәрінде деп айтпаймын, 100 осушитель жинасақ, соның 10-15-інде фреон шығып кетіп жатыр. Вентиль алыс жолға барғандардікі. Назад оттайканы тек қоймайтын болдық, бұның көмегі жоқ. Егер помещениеңіз жылы болмаса, по-любому клемміңіз кеппейді. Неге? Жылытылмағаннан кейін. Естественно, помещение жылымағаннан кейін клемм істемейді, буланбайды клеммдегі су, буланбағаны естественно кетпейді. Мынадай тарифтан да отказ береміз. Неге? Көріп тұрсыздар, берінде пена қойып тексеріп, қай жерде утечка бар, полный ішін сулап пена аламыз, тексеріп жатырмыз. Радиатордың ортасы міндетті түрде бізде ашылып тексеріледі кейін кезде. Тендардың жұмыс істеу способностьны осушительдігінде көріп тексеріп болып жауып жатырмыз. Осы тұрғанда қазір көріп тұрғандарыңыздай подпайка деген мынадай вентиль болмайды, тек қана пайка болады. Яғни бұларда проблема болмайды фреон шығуымен. Енді тайрлар, бұрынғы тайрлар осымен келген, осылай қала беретін болады. Қазір бұл осушительдердің бәрі жуылып, жақсылап тексеріліп, оталдырылып, фреон қойылып, тексеріліп жібереді. Мына осушитель 2021-ден жұмыс істеп тұрған осушитель, мысалы сіздерге көрсете кетейін. Бұның келу себебі компрессор күйіп кеткен. Компрессор күйіп фильтрінің түтеліп қалуынан болған. Так, одан кейін мына осушитель келді. Бұда реле контроль фаза ауысты, тоқ дұрыс болмағаннан кейін мүлде істемей қалған, себебін таппаған, электрический жағыма деп ойлаған. Біздер қосып, мынадай екен причинасын біліп, қосып бір күн тексеріп, клиентке жіберудеміз. Мынау 2019-дан бері және қазіргі жинайтын осушительдерімізде айырмашылық жоқ ешқандай. Тек қана қазіргі таңда турбо режим қосылған, ал бұрында ол бізде болмаған. Қазір 2025 16 қазан бүгін бізде тумблерде сол тумблер қойылған. ЗЛ өзгермеген, ошибкалардың ешқайсысы өзгермеген. Вентилятор тоже дәл сол қойылады. Компрессорларымыз ол кезде Копланд компрессорлар қойылса, поршневой, қазір Panasonic компрессорларға көштік. Бұл да тоже бізде пайка, даже терваларда көріп тұрғандарыңызда ешқандай проблема жоқ. Және сенімді түрде клеммдеріңізді тұрақты түрде кептіріп береді. Белгілі бір уақыттың ішінде. Уже уақытпен тексерілген осушительдер. Мынау бізде 500 квадратқа арналған осушительдер. Бұда да тура сол тумблер қосып өшіру, влажность температура көрсетеді. Влажность бойынша өшеді. Яғни клемм кепкен кезде, ылғалдылық төмен түскен кезде температура бойынша отток приток вентиляцияны қосады. Одан кейін турбо режимді қосқан кезде ішіндегі 5 киловаттықтан дополнительно қосып, помещениеңіз тез жылытуға көмектеседі. Бұнда да Panasonic компрессор тұр. Мына жерде Panasonic